Астанада ішекті аспапта орындаушылар арасында халықаралық байқау басталды. Осымен екінші мәрте ұйымдастырылып отырған шараға 17 елден өнерпаз келді. Қатысушылардың қолындағы қыл ішекті аспаптар қазақтың қобызымен үндес. Сондықтан байқауға 18 ғасырда қазақ музыка өнеріне елеулі үлес қосқан атақты қобызшы әрі композитор Тілеп Аспантайұлының аты берілген. Бірінші айналымда орындаушылар қобызшының бір шығармасын орындауы шарт. Айта кетейік, ішекті аспаптар ішінде қобыз күйшілерінің арасындағы байқау тек біздің елде ғана өткізіледі. Мұндағы мақсат қазақтың қара қобызын дүние жүзіне таныту дейді ұйымдастырушылар. Барлық халыққа дәлелдеу. Мынау струнно-смычковый инструмент дейді. Сол барлығының атасы біздің қазақтың қара қобызы. Енді қазір мысалы алдыңғы жылы келді бізге 25 елден келді, биыл мысалы 17 елден келіп отыр. Олардың бәрі де Тілептің 3 күйі бар қалған. Сол 3 күйінің бірінші турда. Олар сол Тілептің күйін орындау керек.